Барлығыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге ИП режимін қалай телефон арқылы көруге және тексеруге болады, соны көрсеткім келеді. Көп адамдар ИП ашқаннан кейін оның салықтық режимін ұмытып қалуы және жай ғана білмеуі мүмкін. Ал ИП режим білу өте маңызды болып есептелінеді және оны телефон арқылы көруге болады. Ол үшін сіздер App Store немесе Play Market'тен салық бизнес деген қосымша бар, соны өздеріңізге жүктеп аласыздар. Менде жүктеп дайын тұр. Қазір соны ашамын. Міне аштық. Продолжить дегенді басасыздар. Енді мына жерде SMS пароль дегенді бассаңыздар, өздеріңіз иіндеріңіз тересіздер. Сосын сіздерге автоматты түрде телефоныңызға код келеді, сол кодты тересіздер. Қазір код келеді маған. Принять дегенді басасыздар мына жерде. Войти дегенді басасыздар. Өздерің қалау бойынша код терулеріңіз болады. Мінекей ашылды. Осылай сіздерде басты бет ашылады. Енді сол жақтағы менюді басасыздар да профиль дегенді басасыздар. Енді қараңыздар. Ең бірінші сіздің ИП-іңіздің аты шығады. Одан кейін астында режимі шығады. Яғни мендегі режим специальный налоговый режим розничного налога. Үстінен бассаңыздар, сіздің осы уақытқа дейін болған режимдеріңіз шығады. Яғни менде мысалы бұрын упрощенный режимдегі ИП болса, қазіргі менде режим розничного налога. Мінекей дәл осындай оп-оңай тәсілмен сіздер өздеріңіздің ИП-ларыңыздың режимдерін біле аласыздар. Яғни бұрын режимді білу үшін компьютер қажет болды, КГД сайтқа кіру қажет болған болатын. Енді қазір осыны телефон арқылы жасауға болады. Ал енді видео ұнаса сіздерге лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар. Рахмет.